Коронавирусты қолдан жасады деген ақш азамат ұсталды. Нақтырақ айтсақ, COVID-19 вирусын Қытайға саудалаған деген болжаммен Чарльз Либер есімді ғалым қамауға алынды. Бұл туралы ақштың әділет министрлігі ресми мәлімдеме жасады. Ол осы тест сынамасын сатқан үшін Қытайдан қыруар қаражатты алып келіпті. Сондай вирусқа қатысты әлемдегі қазіргі ахуал қалай, ұлағат арғын толықтырып айтады. Жер жаһанды жайлаған коронавирус қалай және қайдан шықты? Вирус пайда болғалы әлем сарапшылары осы сұрақта зерттеп әлек. Нәтижесінде COVID-19 вирусын өндіріп, оны Қытайға сатқан адамда таптымыз. Ол Чарльз Либер. ақш ғалымы әлемге әйгілі Гарвард университетінде химия және биология бөлімінің жетекшісі болып қызмет етеді екен. Ғылыми тәжірибесін шыңдағысы келді ме, қайдам вирусты химиялық жолмен жасаған. Бірақ вирусты өзі тексермеген, іске асыру үшін Қытайға сатқан көрінеді. Қазір ақштың мемлекеттік департамент өкілдері оның қамауға алынғанын хабарлады. Прокурорлардың мәліметінше, вирусты сату үшін күдікті деп танылып отырған Чарльз Либерді Қытай ғылыми стратег ретінде пайдаланған. Сондай-ақ осы тест сынамасын сатқан үшін Қытай Чарльз Либерге айына $50 мың жалақы, жылына $158 мың төлеген. Қытай сатып алған тест сынамасын тексеру үшін Ухань технологиялық университетіне зертхананы орнатуға $1,5 миллион астам қаражат жұмсаған деген ақпарат бар.